Құрметті Қызылорда қаласының тұрғындары мен қонақтары, 11-12 қазан күндері бас шаһарымызда алтын дән мерекелік шарасы өтеді. Осынау мәуелі маусымға өңір диқандары биыл да толайым табыстармен жетіп отыр. Алтын дән қамбаның қызылға толған қызықты шағы, еңбек озаттарының үлесін ескеру мақсатында 11 қазан күні сағат 17-де өнер орталығында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың қатысуымен салтанатты жиын өтеді. Шарада қырманды алтын дәнге толтырған диқандар құрметке бөленеді. 12 қазан күні тоқшылық тойы, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Сыр диқандарының 1000 тоннадан астам ауыл шаруашылығы өнімдері халыққа нарық бағасынан төмен бағада ұсынылатын болады. Қармақшы ауданының жәрмеңкесі Ақмешіт және Мерей мөлтек аудандарында Сахираманов көшесі мен Саламатов көшелерінің аралығында өтеді. Жалағаш ауданының күзгі жиын терімі Титов қыстағы Әміре Қашаубаев және Жетігөл көшесінің қиылысында, Сырдария ауданы, Шаңқай мөлтек ауданы, Құлтекенов көшесінің бойында, Айдынды Арал ауданының өнімдері Торайғыров көшесінің бойында орналасады. Қазыналы Қазалы ауданы, Шұғыла мөлтек ауданында, Ғани Мұратбаев көшесі мен Қожахмет Яссауи көшелерінің қиылысында. Шиелі ауданының жәрмеңкесі Тасбөгент кентінің орталық алаңында. Ал Жаңа Орған ауданының тоқшылық тойы Астана даңғылының бойында. Ал Қызылорда қаласының жәрмеңкесі Тағзым алаңында өтеді. Арыс тойы ат бәйгесіне ұласады. Сағат 10:00-де қалалық ипподромда тері тұнып бапталған тұлпарлардың аламаны өтеді. Қызылорда қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен 12 қазан күні сағат 19-да Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадионда қала күніне арналған мерекелік гала-концерт ұйымдастырылады. Дән мен әннің дәстүрлі салтанаты. Келіңіздер, мәуелі маусымның салтанатты сәтінен қапы қалмаңыздар.